Қайырлы күн оқырман. Айгүл мен Әділеттің ара қатынасы қалай өрбіп жатыр? Екеуі күнде кездесуде, жақсы уақыт өткізуде. Бірақ бір ой мазалайды, жігіт хайып үшін жүрген секілді. Айгүл екі баланың анасы. Өмірдің талай сыннан өткен, талай қиындықты жеңген әйел. Ол ерте есейді, ерте жүк көтерді. Бақытты болуды, әйел болып еркелегенді ұмытып кеткеніне де біраз жыл болды. Бірақ қазір оның өмірінде бір тосын жағдай орын алып жатыр. Әділет Мәриямнан бас тартып Айгүлге үміткер болып жүр. Бастапқыда Айгүл бұл жай ғана қалжың шығар деп ойлады. Бірақ уақыт өте келе жігіттің көзқарасы, іс-әрекеті ойын емес екенін көрсетіп тұр. Жас айырмашылығы бар, өмірлік тәжірибелері де екі бөлек. Айгүл оны түсінеді. Бірақ ол өз жүрегін түсінгісі келмейді. Өйткені өткеннің жаралары әлі де жазылмаған, әлі де жүрегінің бір бұрышында сақтаулы. Бұл жігіт оған шынайы сезіммен келді ме? Әлде бұл да уақытша нәрсе ме? Айгүл бұған жауап таба алмайды. Ол тек балаларын ойлайды, олардың болашағы үшін өмір сүріп келеді. Бірақ бір сәтке болса да әйел екенін, махаббатқа лайық екенін есіне түсіргісі келеді. Ал көрерменнің пікірін оқып көрейік. Айгүлдің жағдайы өте түсінікті. Көптеген әйелдер дәл осындай таңдаудың алдында тұрады. Бір жағынан бақытты болуға қақысы бар, екінші жағынан балалар мен өткеннің ауыртпалығы. Өмірде мұндай жағдай жиі кездеседі. Махаббат жасқа қарамайды. Егер жігіттің сезімі шынайы болса, Айгүл неге өзіне мүмкіндік бермеске? Бәлкім, бұл оның өміріндегі ең жақсы өзгеріс болар. Жас жігіттің ниеті таза ма, жоқ па, оны уақыт көрсетеді. Көбіне мұндай қатынастар ұзаққа бармайды. Айгүлдің күмәндануы орынды. Ана үшін бірінші орында балалары. Егер бұл қарым-қатынас балаларға кері әсер ететін болса, Айгүл тәуекел етпеуі керек.